Алматы қаласында мектеп парламенті көшбасшыларының қалалық слеті өтіп жатыр. Іс-шара Алатау ауданындағы оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында Алматы дарыны орталығының бастамасымен ұйымдастырылды. Біз қазір көрме залындамыз. Көрме залында Наурызбай ауданының намысын қорғап тұрған Абдурахим Забира. Сәлем, Забира. Осы слетқа дайындықтарың қалай, көңіл күйлерің қалай? Сәлем, біздің көңіл күйіміз өте күшті және дайындығымыз да жақсы. Айта кетейік, бұл слетке Алматы қаласының барлық ауданынан келген мектеп парламентінің белсенді көшбасшылары қатысты. Негізгі мақсат оқушылардың көшбасшылық қабілетін дамыту, тәжірибе алмасуға мүмкіндік беру және жаңа жобаларды қолдау. Осы слеттің маңызы мен міндеттері туралы толығырақ білу үшін біз Алматы дарыны орталығы директорының орынбасары Майра Берікқызымен тілдестік. Мен көшбасшымын қалалық слетінің 4-ші жыл, дұрыс айтасыз, өтіп жатыр. Біз форматты өзгертудегі мақсатымыз ол уақыт бір жерде тұрған жоқ қой. Уақытпен бірге талап бір жерде тұрған жоқ. Сондықтан күн сайын өзгеріп жатқан өзгерістерден қалғымыз келмейді. Биылғы жыл өздеріңіз ұққандай Адал азамат бағдарламасының басым бағыттарын алдық.